эпилептология орталығы 2018 жылдан бастап жұмыс жасайды. Жалпы осы орталықты ашудағы негізгі мақсат не болды? 2009-2010 жылдары диагностика саласы өте қатты дамый бастады елімізде қарқынды түрде. Диагностиканың салдары біздің елімізде осы аурудың астыртын жасырын тұстары көп екенін айқындап берді. Артын сала 2014 жылдары алғашқы осы хирургияға дайындау алғышарттары Алматы қаласында біріккен ұлттық нейрохирургия орталығымен бірге отырып алғашқы науқастар дайындау үрдісі басталды. Бірақ біз түсіндік, ол бастама әлі шикі. Ол жерде нейрохирург пен неврологтың арасында өзінің бірыңғай сондай бір химиясы болу керек екен. Оған арнайы өзінің сол салада өзін арнаған мамандар қажет екен, команда құру қажет екен. Уақыт өте келе біз түсіндік. Кейін сол ойды саралай келе нейрохирург мамандармен бірге отырып ақылдаса келе осындай арнайы эпилепсиямен күресетін арнайы команда құру туралы 2018 жылы шешім қабылданып, осы президенттік іс басқармасы ауруханасы мақұлдап, сол орталық официально жұмыс істей бастады.